Қара қазан сары баланың қамы үшін қылыш сермедік деп Махамбет жырлағандай, қазан шайқалса ырыс шамданады дейді атам қазақ. Біз осы дүниелердің барлығын балалардың құлағына құюымыз керек. Бұл ғасырлар бойы келе жатқан ырымдардың бірі. Мысалы, қазан құйдырсаң, оны саудаласпа, сұрағанын бер, қазанды төңкірме деген салт жоралғылар халық арасында кеңінен тараған. Қазан мықты болса, елде мықты. Қазан бүтіндіктің белгісі. 1917 жылғы қазан төңкерісі. Аты жаман. Иә, қазанды төңкердік. Салт дәстүрден айырылдық. Құдай жоқ дедік. Қазақтылығымыздан 70 жыл айырылдық. Міне, қазанның төңкерілгені бізге жаман болды. 1921 жылы аштықтан 1 миллион қазақ өлді, қашты. 1933 жылдары 6,5 миллион адам өлді. 1933, 1940, 1956 жылдар аралығында қаншама адам аштықтан өлді, репрессия болды. Міне, қазанның төңкерілгені бізге ауыр тиді. Қайтыс болған адам түсіне жиі кіре берсе, қазанына су құйып, басына апарып қойған. Қайтыс болған адамның тұяғынан ешкім қалмай өле берген кезде зиратқа қазан төңкерген екен. Ондағысы ұрпағының өлімі тоқтасын деген мағынаны білдіреді. Қазанды бос қоймайды, ішіне май құйып қақпағын жауып қояды. Қазан бос қалса ырыс кетеді, қаңырайды. Қазанды біреуден қарыз алсаң, бос берме, ішіне сарқыт салып беруің керек. Қазанды ұзатылған қызға немесе күйеудегі қызға бермейді. Бұрын суға адам батса, иесінің қазанын алдырған екен. Қазанды суға төңкеріп, сонда қазан иесі батқан жерге айналып тұрып қалады екен. Қазаннан айырылу, ол құт-берекеден айырылу. Мысалы, тарихта Олжабай батыр бастаған жасақ Ботақанды тірідей көміп, қазанын алып кеткен екен. 1399 жылы Әмір Темір Яссауи Арыстанбапты салдырған кезде 7 түрлі металдан қазан құйдырған. Тайқазанды құйдырған кезде 7 имам қазан құйып біткенше дұға оқып отырған. Және 70 малдың етін салып, бір шаммен қайнатып, құрылыс салған адамдарды тамақтандырып отырған. Сондықтан оны Алланың қазаны деп есептеген. Алланың қазанын білген дана адамдар қазан құйдырып, ұрпағына аманат етіп қалтырған. Хадисте кімде-кім қазан құйдырып, су ішетін ыдыс жасатса, Алла тағала жұмақтан хауыз дайындайды деген сөз бар. Сондықтан осы сөзді білген дана адамдар ғана қазан құйдырып, оны ұрпақтарына аманат етіп беріп отырған. Мен өлгеннен кейін осы қазанға су құйып жолға қойыңдар, адамдар ішсін деген екен. Адамдар сол қазаннан су ішіп, дұға жасап, батасы қазан құйдырған адамға тиіп отырған. Қазақтың баласы бөлек шыққанда, шаңырақ көтергенде, ырымдап қасиетті қара қазанды енші ретінде апарып берген. Ал ұзатылған қызға немесе күйеудегі қызға атам қазақ қара қазанды сыйға бермеген. Абылай хан Көкшетаудан көшкен кезде Бекболат бидің қуып келетінін біліп, жұртқа қара қазанды қалтырған. Осыны көрген Бекболат би қазанға ет асып, тойып, ашуы тарқап, Абылай хан бекер адам емес, Алланың адамы деген екен. Осылайша өлтірем деген райынан қайтқан. Бұрынғы ислам дәуіріндегі тайқазандардың сыртында мүбәрак деген жазу болған. Бұл құт береке деген мағынаны білдіреді. Әрине, тайқазан молшылықтың, берекенің, бақыттың символы. Қазақтың Тәуке хан тұсындағы 7 жарғыда 7 заңнамасының бірінші айыбында қазан деп аталады. Ол айыпкердің жазасы шаңырағының ортасына түсуі, құлдыққа салады. Жалпы қазанның тарихына келсек, 25 ғасыр бұрын Сақ патшасы Арияттың
тайқазаны туралы жазылған. Ол қазанда сақ әскерлерінің жебесінің ұштарын біріктіріп қазанды құйған екен. Бұл сақ тайпаларының достығының белгісі деп түсінеміз. Қазақ айтады, қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді. Піс қазаным 5 ай деген сөздің төркіні түсінікті. Күн Алланың оты болса, ошақ адамның оты. Осы ошақта тұратын ол әрине біздің қасиетті қара қазан. Қазанымыз ортаймасын ағайын. Сөзімді Ақтанберді жыраудың мына батасымен аяқтайын. Малың пышақтан түспесін, қазаның оттан түспесін. Ауылдан топыр үзілмей, ошақтың от сөнбесін. Аумин. Бүгін қасиетті қазанның киелі қасиеттерін айтып өттік. Егер сіздерге ұнаса, менің YouTube арнамдағы видеоға кіріп, лайк басыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Бахаргүл Төлеген. Назарларыңызға рахмет.